Армысыздар, құрметті қаламгерлер. Тәуелсіздік қарсаңында ұйымдастырылып отырған ақындардың жырындағы азаттық атты онлайн кездесуге қолдау білдіріп, қатысып, белсенді болып жатқандарыңызға біріншіден алғысымызды айтамыз. Тәуелсіздік ұғымы қазақ халқы үшін бүгінгі және келер ұрпақ үшін де құндылығын жоймайтын байлық екені бәрімізге белгілі. Ал оның мән мағынасын ұғындыру, егемендігімізді қастерлеу, қадірлеу сынды міндеттерді ұрпақ санасына сіңіруде ақын жазушылардың бірден бір үлкен фактор болатыны бәрімізге аян. Бүгінгі кездесудің мақсаты да сол, тәуелсіздікті тақырып ете отырып, алдыңғы толқын ағаларымызбен бүгінгі жастардың жаңадай бақыт бағдары мен ақыл кеңесін тыңдап, қолына қалам ұстаған, алла аузына сөз салған аға буын мен бүгінгі жас буынның арасындағы үзілген байланысты қайтадан жаңғырту. Кездесу барысында жастардың да өзіндік пікірлері мен ұсыныстарын тыңдайтын боламыз. Олай болса, бірінші сөз кезегі Қостанай таң газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының Қостанай облыстық филиалының директоры Жанұзақ Аязбеков ағамызға беріледі. Аға, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Барымсыздар, қадірлі әріптестер. Сонау ғасырлар қойнауындағы көк түріктің көк семсері атанған атақты батыры Күлтегін жырынан бастап, міне соңғы 7 ғасыр бойы тәуелсіздікті қазақ халқы, оның ішінде біздің батырларымыз бен ақындарымыз аңсады, жырға қосты, сол үшін күресті, қан төкті. Міне соның ақыры осы 20 ғасырда біз тәуелсіздікке қол жеткізген барлықтарыңыз білесіздер. Сол Күлтегін жырында ел еткен елді, жер еткен жерді сақтап қаламыз деп түнде ұйықтамадық, күндіз отырмадық, қызыл қанымызды төктік, қара терімізді жүгірттік, сеңдердей сағладық, сарайаздай сақылдадық. Күлтегін екеуміз елімді суға батырмадым, отқа күйдірмедім, ешкімге бастарын идірмедім деп жырлаған екен. Енді байқап қарасаңыздар, міне қазір 29 жыл өтті. Осы 29 жылдың ішінде мынау дөңгеленген дүниеде дүние жаралып талай империялар өтті, талай мемлекеттер жойылып, жаңа мемлекеттер пайда болды. Ал енді біз қазақ халқының тарихи ғасырлар қойнауынан бастау алғанымен әлі балғын мемлекетпіз. Оған жаңа айттым, 29 жыл. Осы мерзім арасында туған еліміз бен жеріміздің тағдыр талайын, алмағайып кезеңдерін білеміз. Сөз жоқ, біз өзінің шекарасы, өзінің әскері, астанасы, өзінің ел таңбасы, әнұраны, туы бар, байтақ жері бар, басқа елдермен иық тіресетін, тереземіз тең егемен мемлекетпіз. Азаттықтың арқасында мәңгілік ел болу деген ұлы мұратымызды айқындап алдық. Енді тәуелсіздік қазақ халқының еңсесін көтерді, ұлттың рухын, жігерін, қоғамдық санасын жаңғыртты, еселей түсті. Осы орайда шын айтайық, алдыңғы қатарда ақын жазушыларымыз келеді. Ақын жазушыларымыздың қосқан үлесі зор. Оның ішінде біздің Қостанай өңіріндегі. Бұлай енді өткенді айтып отқаным, өткенді білмеген адам ұлтының қадірін де, тәуелсіздіктің қасиетін де білмейді дейді. Ендеше қазіргі қазақ руханиятының бірде-бір діңгегі ақын жазушылар. Ал енді кешегі кеңес заманын көрген біздер, мына кеңес заманында билік ақын жазушылардың жағдайын жасап, қамқорлығын көрсеткен болатын. Себебі оларды ол өз идеологиясына қызмет еткізді. Қазір ол жүйе жоқ, заманда заңды өзгерген, дәуір басқа. Ақын жазушыларымыз өз тағдырымен өз бетпе-бет қалды. Әйтсе де, соның өзінде де кешегі алған осы тәуелсіздікті әлі де халықтың жүрегіне жеткізіп жырлап жүрген, жүрегіне жеткізіп көптеген мәселелерді қозғап жүрген осы біздің ақындар мен жазушыларымыз. Бірақ енді қазіргі заманның сипаты бөлек деп жатырмын. Қазіргі заманда мынау аға ұрпақ пен кейінгі жастардың арасындағы бұрыннан келе жатқан сабақтастық үзіліп қалғандай әсер қалдыруда. Осыны әр жерде айтып та жүр. Шында да бұл осы шындыққа жақын. Өйткені мынау әсіресе мынау соңғы 1 жылдың өзі қатты әсер етті. Бұрын ертеректе кеңес заманында ақын жазушылардың кештері жиі өтуші еді. Сол кештерге үлкен де кіші де жастар көп қатысушы еді. Ақын жазушылар өздерінің шығармаларын орындаушы еді. Жүзбе-жүз кездесіп, жүзбе-жүз сөйлескен ештеңе жетпейді ғой. Енді қазір осы бір үдеріс тоқтап қалғандай. Біз соңғы біз деп отқаным Қостанай таңы газеті соңғы 3 жылдан бері мына жазба ақындар айтысын өткізіп жатыр. Осының өзі де аз да болса, осы ұрпақтар мынау сабақтастығына бір ықпалын тигізіп жатыр деп ойлаймын. Өйткені
жазба айтыста мына қазіргі жазба ақындардың стилі сақталады, жазба ақындардың кейбір мүмкіндіктерін жаңа айтыс ақындар мүмкіндіктері осы газет бетінде байқалады секілді. Ал енді мәселе бар. Бұл мәселе қазір аға ұрпақ кейінгі жастарға көңіл толмайды. Бұл енді ғасырлар бойы солай екен өзі. Бір заңдылық сияқты. Ал кейінгі жастар аға ұрпақты онша бағаламайды, құнттамайды. Аға ұрпақтың кейбір шығармаларын қарамайды, елемейді деген сияқты. Одан кейін қазір адамның шығармасын емес, түр тұлғасына қарап пікір айтып, ол туралы өздерінің бағасын беретіндер шықты. Оқымай-ақ пікір айтатындар шықты. Кітапты шығару жастар үшін өте қымбатқа түсіп жатыр, өте қиын болып жатыр. Ал енді пікір айту, талдау, шындықты айту, міне осы біздің қазіргі қоғамда ақын жазушылар үшін өте керек дүние. Біз осы жағынан кемшін түсіп жатырмыз. Көбінесе өздеріміз шындықты айтатын болсақ, мынау бос мақтауға көп еліктедік, көп беріліп кеттік. Дәлелсіз мақтау, жылусыз, қуаты жоқ мақтау. Міне осындайлар көбейіп бара жатыр. Одан кейін қазіргі заманның бір сипаты, менің өз көзқарасым бойынша, дара тұлғалы, дара мінезді ақын немесе жазушылар көріне бермей жатыр. Мүмкін бар шығар. Әйтсе де мүлдем жоқ деуге болмайды. Біздің кең байтақ облысымызда осы ақындықты, жазушылықты өзінің мұраты ретінде таңдап алған кісілер бар. Ол енді бәрімен бірде біле бермес, бірақ біздің Қостанай өңірінде қазіргі жазушылар одағының 10 мүшесі бар, оның 10 мүшесінде сіздер жақсы білетін кісілер. Мына бүгінгі басқосуымызға қатысып отқан біздің ардақты ақынымыз Серікбай аға Оспанов, одан кейін жол барсағымыз Ақылбек Шаяхмет, Серікбай Оспанов пен Ақылбек Шаяхмет осы кеше ғана Алматыда республикалық бәйгеде 1-ші және 2-ші орынды алып қайтты. Бұл біздің облысымыз үшін үлкен қуаныш. Міне осындай бәйгеден жастарымыз көрініп жатса қандай болар еді? Керемет, жақсы болар еді. Бізде енді қазір мынау бір ғажабы қазақ тіліне және қазақ газетіне деген көзқарас мына таңғалатын нәрсе болуы мүмкін. Мына Руный деген үнемі 90%, 95% орыстар тұратын қала. Мына Лисаков деген қала. Осылардың өзінде де біздің газетімізге жырларын жолдап жатқан қазақтар көбейді. Мен бұлда да бір жақсылықтың нышаны ғой деп ойлаймын. Онда Ғабдолла Ахметжанов, Үсебай Жұмабеков, Елемес Серікбаев, Балғара Жеделұлы деген үлкен кісілер, орта буын адамдар бар. Енді арқалықты айтпаймын, арқалық бізде енді өзіміздің қазақтың тұнған жері, небір таланттардың өскен жері, таланттардың қазір тұратын жері. Ол жерде біраз кісілер бар, жастар да бар, үлкен кісілер де бар. Ал енді Амангелді Жангелді деді. Амангелдіден қазір соңғы кезде Бейбіт Нұрмұханов деген бір жас бала шығып жүр. Соның алғашқы қадамы, алғашқы жазып жүрген дүниелері мынау болашақ құлагердің құлын шабысынан қартатын секілді. Әрине, кемшілігі бар. Сол сияқтан Мұрат Жүнісұлы да жақсы жазады. Міне осындай дүниелеріміз бар. Ал енді сіздер мен бүгін мынау жақсы бас қосуда еркін, ойларыңызды еркін айтып, бүгінгі қордаланып қалған үлкен мәселелерді қозғасақ, өйткені біз айтылмай бәрі іште өліп жатады. Бұл біздің шығармашылыққа бір түрткі болатын жағдай. Ал енді айтпайтын болсақ, міне әркім өзімен өзі жүр. Ол әлгі әлеуметтік желі қанша дегенмен, қанша барлығы біліп отыр, соны оқып отыр дегенмен де, онда да былай айтқанда мүмкіндік шамалы. Ендеше мен сіздерді бүгін осы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында жүрек жарды жылдарыңызды оқып, көптен бергі ойларыңызды ортаға салса деген тілегім бар. Әзірге осы. Рахмет пікіріңіз үшін. Олай болса, келесі сөз кезегін ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Жамбыл атындағы сыйлықтың лауреаты, филология ғылымдарының докторы Серікбай Оспанов ағамызға келесі сөзін берсек. Аға, өзіңізде сөз кезегі. Саламатсыздар ма тағы да? Өлеңді дайын. Өлең оқи ма? Söyleyeyim sen fikrini de ayt. Söyleyeyim. Mına benim kulağım естімей бұрылып отыр. Мына өте жақсы бастама екен. Ол көптен бері болмаған жай. Осы мен
Қостанайға келгелі 20 жылдан асты. Сол мұндай дені бірінші рет көріп отқан сияқтымын. Бұрын бұлай ақындардың басы қосылып, жазушылардың басы қосылып, бір-бірімізбен ескен емеспіз. Енді мәңгілік ел деген жақсы ғой әрине. Бұл адамзаттың арман, мақсатынан туған нәрсе ғой. Ертеден бері ертегі аңыз әңгімелерді тыңдасақ та, жырларды тыңдасақ та, сонда Әдел Хаят су деген бар, Әдел Хаят. Бұл мәңгілік су деп аталады немесе Әдел Хаят. Жаңағы мәңгілік судан ішкен адам мәңгі жасайдымыз. Соны іздеп баратын, мысалы, Орай Алтынсариннің кітабында бар, өсиет өлеңдерінде. Ондай айтылады ғой, мәңгілік суды іздеп барады, сөйтіп оны табады, бірақ ескендердің аузына су бармай қояды, жаңағы мәңгілік су. Өйткені оның жаңағы елге жасаған қиянаты көп болғандықтан дейді. Осы өлеңнің негізі, мынау бабалар сөз деген 100 томдық шықты ғой. Сонда да бар екен, жасартатын су деген. Жасартатын су, ол жаңағы судан ішкен адам мәңгі жасайды. Сол сияқты біздің де мынау мәңгілік ел деп жүргеніміз, бұл арманымыз, мақсатымыз ғой, алға қойған. Кеше әр заманның өзінің бір арман мақсаты, жететін биігі алдына қоятын негізгі міндеті әртүрлі ғой. Кеше коммунизм дедік қой, коммунизмге жетеміз деп, оған сендерді коммунизмнен кейде жетіп те қалған сияқты болады Хрущевтің заманында. Сол сияқты енді бұл мәңгілік ел болу да біздің арман мақсатымыз, әрине мәңгілік ел болуға ұмтылу керек. Сол үшін қызмет істеуіміз керек. Ал енді ақындар, жазушылар жайында айтатын болсақ, мен осы Қостанайға келгелі кейінгі жазып жүрген ақын жігіттердің, қыздардың бірде біреуі алдыма келіп, мен осындай өлең жазып жүредім деген сөзді айтқан емес. Ал енді мен жоғары оқу орнында істеп жүргеннен кейін студенттердің кейбір жазып жүрген өлеңдерін, әңгімелерін қарап бергенім бар. Онда да олар өздері келмейді, мен біреулерден естеймін. Аны Бәленшиева немесе Бәленшиев өлең жазады екен. Өлеңдері тәп-тәуір деген сияқты. Сосын мен жаңағы қызды өзім шақыртып алып, маған жаңа материалдарын алып, тіпті кезінде топтап, осы Қостанай таңы газетіне бастырғанымыз да бар. Мына Қостанай таңын тағы бір жақсы бір бастама көтеріп, жақында өздерінде қызмет істейтін екі жігіттің бетін екі бет қып тұрып өлеңдерін берді. Бұл өте жақсы, өте дұрыс нәрсе. Жаңа екі жігіттің де мен өлеңін бұрын оқымаған екен. Тіпті Қанғожинның өлең жазатынын тіпті білмейді екен. Мен журналистігін білем, ал енді өлеңін көрмеппін. Екеуі де өлең техникасын жақсы меңгерген. Ешкімнен олық соқпайды. Бірақ енді еркін жазуға көшу керек сияқты. Еркін ойын. Жаңағы ұйқасқа бағынып, бір жаңа шкаладан шыға алмау екеуіне де ортақ сияқты. Сондықтан ізденіп, үнемі іздену керек. Мен мысалы өлең жазғаныма 60 жыл болды. 60 жылдан бері өлең жазып келе жатырмын. Бірақ әлі де мен білмейтіндерім көп сияқты. Бұл түпсіз тұңғиық ізденумен келетін нәрсе. Ал өлең жазып, жаңағы ұйқасын бүкіл буын санын бірдей қылып жазу, ол қиын нәрсе емес. Кез келген адам жаңағы ұйқасын біліп алып,
өлең жазып жүргендер көп, бірақ ақын аз. Біз ақындар көбейіп кетті дейміз ғой. Осы сөзді көп айтылады, ақындар көбейіп кетті дегенде, ол өлең жазатындардың бәрін айтып отырған жоқ меніңше. Шын өлеңін ел іздеп оқитын ақындардың жоқтығын айтқан шығар. Сондықтан енді бүкіл техникасын меңгергеннен кейін енді өзінің жолын іздеу, өзінше жазу. Ең қиыны осы. Енді мысалы осы 20 жылдан кейін ғана барып, басқа өзінше із тапқан сияқтымын. Жалпы өлең образды болу керек. Сөздің образлығы, ойдың образлығы, сөздің образлығы ғой. Сөздің образлығы да, ойдың образлығы да керек. Ана Абайдың қыс деген өлең қандай керемет образды, басынан аяғына дейін. Енді осы өлеңді кейде балалардың арналған кітаптарға қосып қояды. Олар образ деген екенін білмейді. Ана ақ киімді денелі ақсақалды деген сөздің өзінде де түсіне бермеуі мүмкін. Ал енді өлеңнің мықтылығы әрине тілді білуде. Жаңа тілді анық жазу керек, анық. Ана Сырбай өлеңі айтады. Қандай өлең жазсаң да, кім болсаң да, өлеңің жалпы халыққа түсінікті болу керек дейді. Бірақ енді жалпы халыққа түсінікті болу керек деп қарапайым жазып, қарапайымдылыққа ұрынып қалуымыз да мүмкін. Жалпы өлең үшін, ақын үшін жазылады. Ақын үшін жазады. Халық үшін емес. Өнердің өзіне ғана тән толып жатқан мәдениет өзіне тән ғана нелер болады. Мұнда кейде өте халыққа түсініксіздеу болуы мүмкін көп нәрселер. Мысалы, Тыныштықбектің өлеңдері халыққа түсінікті деп ойламаймын. Бірақ сондай өлеңдер керек. Ал мен мен тоқтай тұрайын, сұрақтарым болса, сосын сұрақ қоясыңдар. Жаңа өлеңдеріңнен Түсінікті аға, көптеген кеңестер айтылды деп ойлаймын, жастарға пайдалы. Өлең оқисыз ба аға? Оқысаңыз керемет болар еді. Өлең оқиын ба? Оқыңыз аға. Оқы дейді, оқы. Мынау мен қазіргі жазып жүргенім домбыра. Біздің домбыраның абыройы түсіп бара жатқан сияқты. Кеше енді той болмағанына да біраз болып қалды ғой. Ал тойларда домбыра кездеспейді. Кейде бір атақты ақынның 7 жылдығына барғанымда жаңа тойында домбыра болмады. Ренжіп айттым өзіне. Ал ана Қадыр Мырзалиев айтқан сөз бар емес пе? Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Домбыра біздің жанымыз. Домбыра туралы ән де шығардым, домбыра туралы қаншама өлеңдер де жаздым. Енді мына кітап жазып жатырмын. Қазір мысалы 100 бетінің, бір ғана 100 бетінің өзі тек қана домбыра туралы. Домбыра туралы біздің әдет ғұрпымыз, салт дәстүріміз өте көп екен. Менің мына ғұмырымда домбыраға байланысты көп жайт бар екен. Мен бала кезімде, мектепте оқып жүрген кезімде 10 шақты домбыра бар интернетте. Бірде біреу шықпайды. Соны сындырып мен қайта жасайтынмын. Кезінде мына Жалын баспасына жұмысқа орналасуым керек болды қызметке. Бірақ мені алмайды, қайта барам. Сосын бір күні Ғафу Қайырбековтің үйленгеніне 30 жылына той жасады. Сол тойға барған кезінде мен ән айтып едім. Қабдыкәрім Ыдырысов ол кезде директоры жаңағы Жалын баспасының. Мен билеп жүредім, мен шақырдым, мында кел деп. Әй, сен өлең жазып, ән айтам деп неге айтпадың? Ертең кел жұмыс қаламын деп. Сөйтіп қызмет қалды. Ол кісі тек қана ақын жазушыларды ғана емес, сонымен бірге жаңағы әншілігінде, өнеріне де бағалайды екен де, сондай адамдар алады екен. Кейін өзіміздің мысалы жеке
ансамблімізде болды. Сол сияқты мына Хайдолла деген ағамыз болды. Жоқ, Қайнар баспасының директоры. Хайдолла Тілемісов деген. Ол кісі де жаңағы өздерінде оркестр ашып, жаңағы әншілер ұйымдастырып, қаншама шет елдерде де болып, өзімізде де болып, үлкен ансамбль құрастырды. Ал енді мен мына өлеңдерімнің бәрі сол әнші, күйші, термешілер, сол домбыраға байланысты нәрселер. Сонда бізде Ахметхан деген атамыз болған. Сол кісіге арнаған өлеңім мына. Біздің үйге бір күні ақын, қазір. Біздің үйге бір күні ақын ахан кеп, абай болды бірде Махамбет. Дәл осылай ойнар ма едік рөлде, дәл осылай домбыраны тартар ма ек. Қозғалады қол сөзін қайталап, әңгімені ағылдырып айтады. Сыймаған жұрт сығалайды жабықтан, таң қалады шаңырақтан ай қарап. Айтылмаған сырда небір жадында, ел ұмытқан жырда небір жадында, өзінің де күйінің де жалғасы, балашалы, болашағы жанында. Ұлын мақтап, алдындағы ағасал, біз қартайдық, жасқа бәрі жарасар, деп балаға домбарасын ұсынды, бейтаныс күй безілдетті балаша. Сыртты үйіріп алды қоңырынның өзегінде толы мұң. Тыңдаушының көз алдына оралды, бізді кеше сорлатқан күн, сорлы күн. Домбырада шалқығандай шабыттан, ахаң қайтты, ағытты жыр ағыттан. Ахаң қайты ағытты жыр ағыттан. Төрдегілер түсінді ме? Білмеймін. Жылап тұрды қарағандар жабықтан. Анау тегіз үйде ән салған кезде қараша жұрт төр бұйыра бермейді. Төрдегілер кейде әлгіндей қазірде солай ғой. Қазірде сол төрге қазір ақын салды емес, байларды шығаратын заман келді ғой. Ал сол төрдегілер күйде түсіне ме, түсінбей ме? Оны мен білмеймін. Ал анау жабықтан қарағандардың күйде түсініп жылап тұрған айтылған ғой бұл жерде. Тағы бір өлең оқып берейін енді. Уақытпенен емес деп, басқаларды сөйлеп білуі. Өлең оқып жатырмын. Жаңа ой болмай, оқытымын. Жарайды, болар, осы жай. Тағы да оқыды үшін оқырым. Таппай қалдым. Рахмет аға, Құдай қуат берсін. Осы жерде Нұрғанат аға, Абылай Мауданов ағалар қосылу керек еді, ол кісілер өкінішке орай қосыла алмады. Сол себепті сіздерден кейінгі буын, орта буын Жандос Жүсіпбек, Аслан Қанғожин ағаларымыз қосылып отыр. Бірақ ол кісілерге сөз бермей тұрып, жастарға жол берсек өлең оқуына, тәуелсіздік жырларына байланысты. Өлең оқитын жастар болса осы жерде. Жастарға өлең оқуға берейін. Құрметті жастар, өлең оқысаңыздар, тәуелсіздік тақырыбында патриоттық өлеңдеріңіз болса. Бұл жерде кім бар? Бұл жерде Бағлан Аңқау ағамыз қосылып отыр екен. Бағлан ағамызға сөз кезегін берейін. Қатып қалайын. Саламатсыздар ма? Алло. Ассалаумағалейкум. Қосылды ма? Естіліп тұр. Камераңыз қоссаңыз. Ассалаумағалейкум, болдым.
отырмын де. Қосып жатырмын. Қосып тұр барлығы. Сөз болмай жатыр. Алло. Айта беріңіз. Сөз болмай жатыр. Мереке тәуелсіздік күні құтты болсын баршамызға. Енді қазір мына жоғарыда айтқан мәңгілік елдің несін қазір өзім зерттеп жатырмын қазіргі таңда. Сол мәңгілік елді алатын болсақ, бұрынғы көптеген конкурстың кезінде сондай идея болған екен. Сол идеяны жалғасы жаңағы асан қайған жерді жоқ дейтін несі бар ғой, құнарлы жерді іздеу деген. Оны көбісі аңыз деп жатады, негізі ол аңыз емес, негізі ол жаңағы қазақ хандығын құру кезінде мысалға Керей мен Жәнібек жер іздеген кезде сол асан қайғы екен көмектескен енді жер үйікті іздеп жаңағы жетісу таңдаған екен. Қалыптасып істеледі. Содан бастап басқала алған екен. Негізі соның несі оқиғасы енді ақындар, жазушылар елдің несінен үлкен үлес қосады деген айғағы болып табылады. Себебі сол кездерден сол ежелден бастап жыраулар қалыптасқан кезеңде болған жыраулар жаңағындай ел несіне қатысып хандарға өзінің несін айтқан, ойларын айтқан шешім билерді сондай сөзге өткен не болған. Біздің қазақтар ол кезде турамағанда емес, жаңағындай ауызшамалы бастамағанда тұспалдап жеткізген өз ойын. Тұспалдап қазіргі кезде бәріміз тура сөйлесек ол кезде тұспалдап сөйлеген екен. Сол кезде жаңағындай жыраулар пайызын алатын болсақ, соны жаңағындай басшыларға, жаңағындай қоғамдағы енді қазір жақсы жырды оқыған кезде жырдың майына ағызатын әрдайым кездесіп, кездесулер өткізіп, кездесуге бәріміз қатысып отырсақ, Нұрболат мысалға бір күні осы ақынды талдасақ, жаңағындай Нұрболат біздің сондықтан біз қазіргі кезде көбісі жаңағындай желпі, түсінікті желпі өлеңдерді жазып, мен ақынмын деп айтқан адамдар қаншама. Мен де мысалы өзім даму барысында біраз әлі жұмыс істеу керек, сол өзім қазір өлеңдерді жазбаймын, өйткені өлеңдерді жазу үшін мен қазір оны зерттеп, басқа бір бағдар іздеп жүрмін өзіме. Өйткені бір орында бір бағытта жаза береді, ол жазу адам таппады, ағар дамымайды деген ойда жүрмін. Және де мен қазір көбісінде зерттеумен алсам, қазір сол жыраулар поэзиясын зерттеуге қол алып жатырмын, өйткені біздің бәріміз бастауларымыз сол жыраулар поэзиясынан басталады негізі. Жаңағыдай асан қайғының өлеңдерінен бұрынғы кезден бастап алып жаңағыдай ағарды дамытуымыз керек. Бірақ та биылғы қуантарлық жайт біздің Абай бабамыздың 75 жылдығын құттықтап қолдап жатқан жаңағыдай өткізіп жатқан шаралар біздің немізді руханилығымызды, рухымызды көтеріп жатыр. Сол енді Абайға арнаған бір жырымды оқып берсем деймін. Жырдың аты Абайға арнау. Кенеткен оқырманның көп ғажапқа, шарғып мұз қайыққа, от газетқа, әр сөз әрбір жұтым ауасында, Абайдан асқан дана жоқ қазақта. Оны кім мойындамас даналығын, ұлтының өшір қауымында қарақұрым. Ол жазған тербеткенде естен сені, естер саз жатқа сіңді еш қалсы еді. Жасынан әр қазаққа бөліп барыз, асығар қашық болар бес нәрсені. Үргетіп айнымауды хақ тінірден, кейінге хат қалдырды нақталымен. Үрікпес рухани жаға оттан, қырықпес қара сөзін жатқа білген. Болғанмен Семей оның құт тұрағы, ұлтына ортақ ол деп ұқты бәрі. Өлесін өлеңдерін өрлетудің өрнекті өлеңін түпкі мәні. Көтер өзгелерден жүгі басым, терең ой жырларынан ұғынасын. Абай деп мәртебемен айта аламын, қазақтың мәңгі жарып шұғыласын. Керемет аға, көп рахмет пікіріңіз үшін.
қуат берсін, Құдай жазарыңыз өтпесін. Ал келесі жастар, Ерназар, бірден айтқым келіп отыр. Алдын ала өзіңді таныстырып өтсең. Ассалаумағалейкум, Алталаштың азаматтары. Менің есімім Ерназар. Қостанай өнерлік университетінің филология мамандығының 4-ші курс студенті боламын. Міне бүгін тәлімді тағылымды керемет кеш өтуде. Жас буын қаламгерлер мен аға буын қаламгерлердің арасында бір тікелей көпір болып жатыр деп айтсақ қателеспейміз. Ендігі осы тәуелсіздікке байланысты бір өлеңім бар еді, соны сіздерге айтып берсем. Тәуелсіздік бұл тақырыбы. Тәуелсіздік бұл жарқырап жанатан атқан күн, бодандық құрсаудан шыққан күн, қара бұлт торлаған аспаннан еліме көк нұрын шашқан күн. Тәуелсіздік бұл халықтың мұнымен келген күн, жастардың үнімен келген күн, ел үшін сан күрес жүргізген бабалар терімен келген күн. Тәуелсіздік бұл талайлар көксеген азат күн, талайлар жетпеген азап күн. Тәуелсіз бейбіт ел атанған мерейі қаймана қазақтың. Тәуелсіздік бұл сан соқпақ белестен өткен күн, халқыма шуағын төккен күн. Озғил атанып ордалы 30-ға алқындап жеткен күн. Рахмет. Рахмет, Ерназар. Осы жерде Ернағыз Жанатқан деген бауырымыз қосылып отыр екен. Әрдайым тәуелсіздігіміз баянды болсын деген тілегім бар. Ары қарай пікір кеңестерді артынан айта жатармын деген ойда. Рахмет, Ерназар. Сөз кезегін жалғастыра беріңіздер. Ернағыз осы жерде отырған сияқты еді. Өлең оқитын жастар бар ма басқа тағы да? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайда болсын? Мен өлең оқысам деп едім. Алдын ала өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Айбек Құндақбай, Қызылорда облысы Арал қаласынан болам. Қазіргі таңда Арқалық педагогикалық институтының педагогика және филология факультетінің 1-ші курс студентімін. Ұлттаңбасы дейтін өлеңім бар еді, сіздерге соны тартып етейін. Ұлттаңбасы ұлтымның өткендері, Алталаштың кешегі тектерлері, қазақтың бойындағы қасиеттер тарихта ашқан анық бетпердені. Ұлттаңбасы Ақ-Орда тайпалары, ақтығы қазағымнан байқалады, тарихтың том бетіне шаң қонбаған жырты көп шежіресін айтам әлі. Ұлттаңбасы кешегі өткен заман, бабаларым жерге қан төккен заман, ұлттаңбасы жетісу жер жәннаты Керейменен Жәнібек көшкен далам. Ұлттаңбасы Түркістан тұран қала, ер түрікке ежелден ұран қала, ата жауға адыра жаза берген, айналасы қан сіңген құлан дала. Хақ назармен тәуекел, есім қасым, тарихымда тұлғасың айқын басым, бар әлемге жар салам бабамыз деп, көк аспан төксін мейлі жайдың жасын. Әз Жәнібек, әз Тәуке, хан Абылай, Әбілқайыр Алаштың маңдайындай, Бөгенбай мен Қабанбай Наурызбайлар алынбайтын Қамалдың заңғарындай. Кенесары, Жалаңтөс, Сырым батыр, ерлігінде өлшенбес құным жатыр. Махамбет пен Бауыржан батасында өсиетпен өнегелі ұғым жатыр. Ұлттаңбасы, данасы Алталаштың, Ұлытауда ұлт жүгін арқаластың. Абай болып туылдың ұлт бағына, кемшілігін қазақтың тарпа бастың. Ұлттаңбасы Алаштың барыстары, ғұламасы қазақтың қаныштары, Әлихан мен Шәкәрім Мағжандарым, Ахмет пен Дулатов арыстары. Ұлттаңбасы Алматы арай қалам, саған барсам сағына шырайын алам. Қазағымның жастығын қазақ қылған қасиетті мекеніңнен тараймадам. Ұлттаңбасы тарихың өткендерің, аты өшпес мәңгілік тектерлерің, ал ұрпақтың таңбасы ертең келер, дәл бүгінгі ел үшін төккен терің. Рахмет баршаңызға, тыңдағандарыңызға. Бүгінгі кеш үшін алғысым шексіз сіздерге. Сізге де рахмет көп-көп. Жастар жалпы ағалар қосылып отырған кезде өздеріңізді көрсетіп қалыңыздар. Не барынша
өлеңдеріңіз болса оқып осы жерде. Бұндай кездесудің сәті түсе бермейді. Тағы да бар ма? Олай болса өзім бір өлең оқып берейін, жас буыннан атынан. Мен өзім таныстырмаппын, Дәулет Жадырасын есімім. Осы Қостанай өңірлік университетінде оқимын. Тағзым деп аталады. Ең ақырғы дұған айтып дем солғын, есім жинап сәттерімді ең соңғы. Қос қолыңмен көтересің сен келіп езілуге шақ қалғанда еңсемді. Соңғы құлаш сермеп қалып ағынға, сіңіп бара жатып әппақ сағымға, жармасасың жаналқымға келгенде, жардан құлап бара жатқан шағымда, көркем гүлі, көкке жеткен күбірдің, көрдім сені өліп барып тірілдім. Кеудем соқтар адырнасын тартқанда кеудем ұстап қарсы алдына жүгірдің. Зұлмат жылдар өтсе дағы сүйектен, кемсеңімді көрсетпедім иектен. Барың үшін тағзым жасап тұрамын тас мүсінге, маңдайымды сүйеп мен. Көз алдымда көлбеңдеді көп арман, боданмын ба жаңылмадым тобамнан. Зарықтырдың ғасыр күттім оралдың менің туған бауырымдай жоғалған. Есігімді бұздырмайтын есерге, сенсің менің ортақ әкем шешемде. Неге екенін сені жұлып кетердей көлеңкемнен үркіп келем көшемде. Тағдырымда бақыт сенің барлығың, барлығыңда бар қадірім, бар құным. Қардай нәзік алақанға кеп қонған тәуелсіздік жалғыз ұлы жарлының. Тағзым деген өлең еді. Тағы да өлең оқитын жастар болса. Саламатсыз оқуға бола ма? Балауса Құлабаева. Саламатсыздар ма? Мен номер 115 орта мектептің түлегімін. Островский атындағы толқын студиясының мүшесімін. Мен өзімнің өлеңімді оқығым келеді, қара өлеңге деген. Құдіретті тілдің күші шығарған, ұйқаспенен мағынадан құралған. Өлең деген өнерлердің патшасы, әр жолында, әр сөзінде тұрар мән. Шын мәнінде шабыт керек әр өлеңге, шабытты іздеймін мен бар әлемнен. Ақындарға шабыты келмегенде аяқталмай талай қала берген. Өлеңдегі әр тіреске астар мән, ал ақындық шыңы биік асқартау. Өлең деген теңдессіз бір құбылыс, ақын болу, көпшіліктен жасқанбау. Әр өлеңнің болу керек мақсаты, сонда шығар өлеңнің де жақсаты. Қара өлеңмен биіктерге бағындырар, өлең деген көркем сөздің бекзаты. Рахмет. Бүгінгі кешке үлкен рахмет айтамын. Осындай үлкен кісілермен бас қосып, әр үлкен кісілердің сөзін тыңдап, олардан бір өзімізге бүгін шабыттанып, жақсы өнегелі сөздер естідік. Сіздерге үлкен рахмет. Осылай жастарға айтарларыңыз көп болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Көп рахмет Балауса саған да. Жалпы жастар енді алдағы уақытта осындай кездесулерді тағы да оқыла жатар. Олай болса сөз кезегін ақын халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Қостанай таңы газетінің тілшісі Жандос Жүсіпбек ағамызға берсек. Қайырлы күн, құрметті ағалар, әні бауырлар, қарындастар. Бүгін міне тамаша бір ерекше іс-шара, мәнді әңгімелер болып жатыр, қозғалып жатыр. Енді ағалардың сөзінен кейін мәнді бірдеңе айта қоямын деудің өзі әбестік шығар. Біз әлі болса да көп тыңдап аз сөйлейтін жастамыз деп есептеймін. Дей тұрғанмен енді негізгі тақырып туралы өз ойымызды ортаға салып көрейік. Поэзиядағы азаттық тақырыбы, иә. Жалпы поэзиядағы Қазақстанның тәуелсіздік тақырыбы жаңа қазақ әдебиетінің бір тірегіне айнала білді десек болады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бүгінгі таңға дейін қаншама отты өлеңдер, жалынды жырлар жазылып, оны біз оқып жатырмыз, сіңірдік өзімізге. Сөз бен мазмұн ғана емес, қаншама ерекше стильдік ізденістер дүниеге келді. Мысалы, көк бөрілік сарын, жыраулық үлгіде жазылған керемет өлеңдер бар, жатқа білеміз бәріміз. Сондай бір рухты туындылар қалың оқырманды дүр сілкіндірген кезінде. Жалпы осы күнге дейін де әлі де тамаша жырлар жазылып жатыр, осы тәуелсіздік тақырыбында таралып та жатыр. Ол жалғаса да береді, ақындық өнер бар кезде.
дей тұрғанмен таяқтың тағы екінші ұшы бар. Ол осы тәуелсіздік тақырыбының бірте-бірте қазіргі уақытта штампқа айналып бара жатқаны, шаблонға айналып бара жатқаны. Ол әсіресе өлең жазуды енді бастап жүргендердің бір міндетті тақырыбына айналып алды. Осы жаңағы ана, туған жер, отан, махаббат, содан кейін осы тәуелсіздік. Ол бойына сіңірілмесе де, әйтеуір тәуелсіздік туралы бірдеңе жазу керек деп. Сол баяғы сыңар жақ жоңғарлармен соғыста жеңгенімізден бастап, оны жаңағындай желтоқсан оқиғасына әкеліп тіреу. Сол бір жаңа ешқандай не жоқ. Бізге мазмұндық өзгеріс керек сияқты жас ақындарға. Біздің тәуелсіздікке жеткенімізге өзі 30 жыл болды. Тәуелсіздіктің бүгінгі бет бейнесін жырлау біздің міндетіміз мысалы. Сосын тағы бір мәселе, біз осы тәуелсіздікті тақырыбын тек байқайтын, оны жасырмаймын, оның ішінде өзімде бар шығарым кейде. Мынау тәуелсіздік тақырыбымыз мүшәйра байқаулар үшін ғана жазатын сияқтымыз, сол үшін ғана баратын секілдіміз көп жағдайда. Сондықтан да ол да бір ескерерлік жағдай, ұяттау жағдай деп айтуға. Қып-қызыл пафоспен жазу бар бізде тәуелсіздікті. Сондықтан бізге басқаша мазмұнға көшу, ой жүгірту, егемендікті жаңаша сипатта жырлау керек. Сосын жастар ренжімес, енді көп оқып жатқан кезде өзімде біреулер жастар дейтін жағдайға жасқа келіппіз. Бізге шұбалаңқылықтан гөрі шеберлікке, айтқыштыққа, қысқалыққа көшу керек деп ойлаймын. Енді өңірлік әдебиеттің мерейін көтеру сізбен біздің қолымызда. Сондықтан айтарым, мынау Дәулет өзің бар, жаңағы Жауынбай деген жігіт бар, басқа да жаңағы жастар бар. Біздің болашақтан, өңірлік әдебиеттің болашағынан күдер үзуге болмайды. Жаңаша көзқарас әкелетін осы сізбен біз. Мынау қазір өзі формалық ізденістер көбейіп жатыр ғой. Ақ өлең дейді, верлибр дейді. Мәселе ол неде емес, формада емес, мәселе ол ақындық шеберлікті дамытуда, ізденісті көбейтуде деп ойлаймын. Бастысы сол қандай өлең болса да, Абзал Бөкеннің сөзі бар ғой, қара өлеңнен асқан жаңа да, қара өлеңнен асқан көне де ештеңе жоқ деп. Сол секілді айтатын нәрсемізді, жеткізетін ойымызды қара өлеңмен де жеткізе беруге болады. Ары қарай әңгімелеріңізді жалғастыра беріңіздер, тағы араласатын реті келіп жатса, ойларымыз қосып отырамыз. Жандосаға бір өлең оқып жүрсеңіз, өзіңіздің шығармашылығыңыздан. Өзім мүмкіндік болса. Сөйлеп алып, молданың істеген істем, айтқан істе дегендей. Дала дейтін өлеңді оқып бере салайын. Құдай қылған қазаққа қайырымдай, құдіретпен киеге сайығымдай дала, сенен басталып қанша соқпақ, жаһан шарлап кетті екен қайырылмай, шыңырауға айналып жылмақайбақ, құлағымда құланның құрбақ ойнап, дала сенің төсіңнен жоғалды екен қанша тағдыр, зұлматтан зұлмат айдап, қайтып ұмыт қыларсың сол кемсеңді, жолыңа жазмышың өрген шерді, дала қанша перзентің аштан қатып, уызыңды қаншама көрдем жемді, берекеңді жылымға жылыстатып, байтағыңды құлқыни қуыс қатып, дала саған зәр төкті қанша залым, уыстатып қолыңа уыстатып, не көрмедің басыңнан не кешпедің, ескіліктің кеспірсіз елестерін, дала енді ұмытшы, менің бүгін айдарымнан көрдің бе желескенін, сол соқпақтар сорабы суалысқан, даңғыл болып оралды туалыстан, етегіңе қарғыспен дуа құсқан, қараңғалды құтыңа куәді шыққан, айналайын жан себіл кейуанамай, мен жасыңмын үзілген қуаныштан. Рахмет. Рахмет аға сізге де. Келесі сөзді Аслан Қанғожин ағамызға бергім келіп отыр еді. Ол кісіде мүмкіндік бар ма екен қосылуға? Аслан аға осындасыз ба? Аслан аға жоқ секілді бұл жерде. Олай болса, мен осы кездесу болмас бұрын жастардан сұрақ қойып жастарға ұсыныстарын, пікірлерін тыңдаған болатынмын. Соларды сіздерге айтсам
жалпы көп жастардың айтып жатқаны қолдау жетіспейді деп жатыр жастарға. Сосын көптеген ұсыныстар келді. Мысалы, қазір басқа қалаларда, басқа облыстарда поэтикалық дуэль және жаңағыдай белгілі бір ресторанда немесе жаңағы ақындардың өлеңдерін оқып, сондай бір іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Сол ұсыныстарды айтып жатыр, бірақ енді бізде ол нәрсе мүмкін емес шығар әзірге, себебі бізде шығармашыл жастар өте аз десек болады. Соған байланысты ішінде жақсы бір ұсыныстар да бар. Мысалы, музейлерге, ескерткіштерге, мысалы, тұлғаларымыздың сондай бір қасиетті орындарға бірге барып, жастармен бірге, ағаларымызбен бірге, сол жердің тарихымен танысып деген секілді үлкен нәрселер ұйымдастырсақ деген ұсыныстар болды. Және де ақын жазушы ағаларымыз үлкен, сол кісілер келіп жастарды жинап дәріс оқыса арнайы, осы шығармашылық жөнінде, әдебиет жөнінде бізге үлкен ақпар болар еді ол нәрсе. Және де үлкен жиындар немесе жастардың өзінің арасында осындай жиындар өткізуге көмек жасалса, және де республикалық деңгейде, мысалы, басқа облыстардың назарын өзімізге аударту үшін, ол әрине белгілі бір байқау немесе үлкен шара ұйымдастырмаса, жалпы назарын аударту қиын. Сол себепті республикалық деңгейде бір нәрсе ұйымдастырсақ, алдағы уақытта ол шешілетін нәрсе деп ойлаймын. Одан кейін мынау Міржақып, Шоқан бабаларымыздың мерейтойлары өтіп кетті. Өкінішке орай оған көп нәрсе ұйымдастыра алмадық. Келесі жылы Ыбырай бабамыздың жылы келе жатыр. Соған байланысты бір республикалық деңгейде сол үлкен нәрсе ұйымдастырсақ. Алдымен әрине облыстық көлемде ұйымдастырған дұрыс секілді, жастарды тарту үшін. Бұрын мынадай фраза болған, жаңағы ақындар ауылында туылып Алматыда өледі деген. Алматыға ақын болғысы келетіндер Алматыға, Астанаға бару керек деген секілді үлкен ұстанымдар болды. Қазір әрине ол ұстанымдардың бұзылғанын бәріміз көзіміз жетті. Ауылында отырып, жаңағыдай республиканы мойындатып отырған үлкен ақын жазушылар бар. Сол себепті біздің Қостанай өңірімізге де шығармашыл жастарды тарту мақсатында үлкен насихат жұмыстары жүргізілсе, немесе мынау мектептерге барып деген секілді оқушылармен кездесу ұйымдастырып, олардың жаңа қызығушылықтарын арттырсақ. Себебі біздің Қостанайда дарындар туылып жатыр, бірақ көбісі меніңше басқа облыстарға кетіп қалып жатқан секілді. Сол себепті сол үгіт насихат жұмыстарын дұрыстап жүргізуді бастасақ алдағы уақытта. Осындай ұсыныстар бар, яғни Аслан ағамыз қосыла алмай жатыр екен. Олай болса, өлең оқитын жастар бар ма екен тағы да? Ассалаумағалейкум. Мен менің жалпы ұсыныс пікірім, сұрағым бар еді. Сұрағым Жанұзақ Аязбекұлына. Жанұзақ ағай, жалпы сіз Қостанайдағы жазушылар одағының филиалының төрағасысыз. Жалпы осы филиалдың жұмыс жайлы айтып бере аласыз ба? Бүгінгі таңда жастардың шығармашылық қолдау мақсатында қандай жұмыстар атқарылуда және Сұрақ естілді ма? Онда жауап беруге болады, Дәулет. Жаңа бауырымның сөзі сұрағы дұрыс. Осы бір жылдан енген асты мен төраға болғаныма. Бірақ
жұмысы көңілдегі дей алмаймын. Оған ең алдымен болған мынау індет. Филиалға жан бітіру, жаңа бір серпін беру үшін облыстағы жазушылар одағының мүшелерінің бәрін басын қосып мәслихат өткіздік. Сонда күрделі бір қордалы мәселелер айтылды. Оны газет бетіне жарияладық та. Айталық, біздің облыста әлі күнге дейін әдеби журнал немесе әдеби газет жоқ, кейбір облыстарда ол бар. Екінші, мына облысымыз әдеби мұраға бай. Өңірімізде сонау өткен қатындар бастап есептесек, қазір мынау дұрыс болмай жатыр. 100 томнан да асып кететін шығармалар бар біздің облыста. Міне осыны облыстық әкімдіктің көмегімен, мәдениет басқармасының көмегімен осындай дүние барлық облыстарда жасалып жатыр. Мына көрші облыстардың өзінде Ақтөбеде 50 томдық шығып жатыр өңір ақын жазушыларының. Сол сияқты басқа да жас ақын жазушылардың жаңа жинақтарына шығару қолға алынып жатыр. Міне осы мәселенің бәрі біздің көкейімізде тұрған бұл мәселені біз кезінде тиісті жерлерге жеткізгенбіз. Өкінішке қарай әлі оның нақты нәрсе жоқ. Бұл күн тәртібінде тұрған нәрсе. Өйткені қазір кезде жаңа жастар айтып отыр, қолдау керек деп. Жастарға бір әдеби орта керек. Жастардың бойындағы ұшқынды лаулату үшін оларға түрткі керек. Сондықтан міне осыған мұрындық болатын жазушылар одағының филиалы. Міне қазір бізде жоспарымыз сұмдық орасан, бірақ орындауға мына бауыр жаздырмай отыр мына індет. Адамдар кездестірмей отыр, жолықтырмай отыр. Оны ары қарай алып кетуге мүмкіндік бермей отыр. Ал жаңа өте жақсы айтып өтті Дәулет. Мынау басқа облыстарда не істеліп жатқанын мен мысалы қарап отырмын. Біраз дүниелер жасалып жатыр. Сұмдық адам қызығатын дүниелер жасалып жатыр. Бізде жасалмай жатқаны бар. Жаңа поэтикалық дуэль деген бар. Оны мына пандемияға байланысты іске асыра алмай қалдық. Музейлерде ескерткіштер ағалармен бірге барып көру жақсы ұсыныс. Бұнда егер енді осы алдағы жазда мынау індеттің қарасы өшсе, бұны іске асыруға болады және іске асырамыз. Дәріс оқыса дегенде Құдайға шүкір қазір бізде Алло. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз. Қазір бізде дәріс оқуға дайын, тәжірибесі мол, жаңа өздеріңіз көрген Серікбай ағамыз бастаған қазақ әдебиетінің мүйізі қарағайда кісілер бар. Ақылбек Шаяхмет бар, жаңа Нағашыбай Мұқатов бар. Тағы сол сияқты Жолбарыс ағамыз бар. Сол сияқты тәжірибесі мол кісілер бар. Солардан ол кісілердің дәрісі шынында да тағылымды болар еді, пайдалы болар еді. Өйткені әдебиеттің теориясын біреулер керек жоқ дейді. Жоқ, олай емес, керек. Одан кейін енді мынау пікірталас қой, енді ағамыз да жаңа бір жерде ақындар үшін жазады. Ақындар тек қана поэзия үшін ғана дейді. Жалпы поэзия әрине халық үшін. Халық оқымайтын болса, ол поэзия кім керек? Өйткені поэзия өнердің міндеті адамның жанын ояту, адамның жанын байыту, адам баласының, тіпті ол ұлтта емес. Ендеше поэзия не үшін керек дегенде халық үшін әрине керек. Поэзия ол шын мәнінде поэзия, оның теориясы жағынан жаңа ағамыз жақсы айтып өтті, образды деп. Міне осы жағынан осындай мәселелерге байланысты бір жақсы мәслихат керек. Ол мәслихатты келешекте мүмкін осы облыстық кітапхананың көмегімен, мәдениет басқармасының көмегімен тағы басқа бір формаларын іздеп жүзеге асырамыз ғой деген ойдамыз. Егер мынау қазіргі індет жалғаса беретін болса, амал жоқ, біз осындай форматқа көшуге мәжбүрміз. Бірақ бұның өзі, бұның әсері көп. Маған қазір ғана көңілім бір толмай отқаны жастардың әлі белсенді болмауы. Қазір бағана басында айттық, ойды ортаға салайық, іркілмейік ешкімнен. Өйткені айтатын әңгіме көп. Жастардың көкейінде де, біздің аға ұрпақтың да көкейінде бар. Ортаға салсақ, біраз нәрсеге көзіміз жетер еді. Сондықтан филиалдың қазіргі алғашқы жұмысы келешекте біз облыстың жас ақындардың кітабын шығарсақ па деген ойымыз бар. Облыстың жалпы шығармашылықпен айналысатын адамдардың дүниесін шығарып,
олармен кездесу өткізсек деген сондай жоспарымыз бар, қойдық, сызып қойдық. Бірақ мынау кесе көлденең болды да іске асырмай міне осындай форматқа көшіруге мәжбүрміз әзірге. Сондықтан меніңше мынау бүгін басталып мына дәулет жүргізіп отқан дүниені келешекте арғай жалғастыру керек. Бұдан кейін жеке адамның шығармашылығына арнауымызға болады. Жас ақынның шығармашылығы, бір-екі жас ақынның шығармашылық лабораториясына арнап өткізуге болады. Кітапханада осы мүмкіндігін пайдаланып, облыстық кітапхананың бүгінгі мына шарасына оған біздің жазушылар одағының қосып отқан екеуі бірігіп істеп отқан бұл дүниесін менің ойымша осымен шектеуге болмайды. Бұның формаларын іздестіріп, ары қарай жалғастыра алып кетуіміз керек. Кем дегенде айына бір шара, ең кем дегенде болмады дегенде бір шара міндетті түрде іске асырылу керек. Оған сіздер қатысуларыңыз керек. Бізде бар, Құдайға шүкір, ауданда, арқалығымызда, басқа Жангелдин, Амангел, басқа аудандарда да, қаланың өзінде де шығармашылық потенциалы мықты жастарымыз бар. Біз оларды білмейміз. Білмегеннен кейін жоқ дейміз. Өзіміз білетін 5-6 көзге көрінген адамды айтамыз, болды осы екен ғой, ортамыз жоқ екен ғой. Әрине іздемегеннен кейін жоқ. Біздің қазір психология бөлектеу кішкене. Жаңа кітапханалар маңайында да бар, барлық жерде де бар, студенттеріміз бар. Жаңа анау арқалықтағы Айбек студенттің өлеңі қандай жақсы, керемет өз бір сол жалындап тұрған жастар сондай. Ондай әр жерде де табылады. Біз тек қана іздеуіміз керек. Міне, сол іздегенге бір адамның ғана күші емес, бәріміз бірігіп іздеуіміз керек. Мен осы газеттің қасынан шығаның белгісі деген бет ашқандағы мақсатымыз осы жастарға бір трибуна болса екен, мінбер болса екен, жастардың шығармашылық алаңы болса екен, осыған пікір талас болса екен деген. Өкінішке қарай жаңағы осы бір белсенділіктің жетіспеуінен ондай дәрежеге жеткізе алмай жатырмыз. Сондықтан келешекте сіз боп, біз боп жасаймыз десе, газеттің де мүмкіндігі бар, жаңа теледидардың да мүмкіндігі зор. Оларда дайын, мысалға, телехабарлар жасауға, газеттен циклді түрлі басқосуларды ұйымдастырып, дөңгелек стол ұйымдастыруға. Міне осындай шараларым бар, көкейде сайрап тұр, бірақ пұшайман болып жүрміз, іске асыра алмай. Оған жаңа көптеген себептер бар. Егер бауырымыз жазылып, ертең мына елдің бәрі емін-еркін бас қосатын жағдайға жетсе, меніңше біраз осы көкейдегі дүниелердің бәрі іске асады ғой деп ойлаймын. Мен бүгінгі осыны ұйымдастырып отқан кітапхананың ұжымына үлкен алғысымды айтқым келеді. Осыған қатысып, мына жаңа сөздерін айтқан, мына бауырым қасында тұрған осындай жігіттердің белсенділігі шынында да бізге көңілімізге бір көтеріп тастап отыр көңілімізді. Сондықтан мен жастарға айтармын, белсенді болу керек та, белсенді ештеңені ойдырықпай. Азат ойдың өзі 29-ға келді қазір тәуелсіз жыл туған жігіт. Қазір ол жігіттің ешқандай алаңдауына болмайды. Олар бодандықты көрген жоқ. Олардың ойы да еркін. Ендеше олар жалындап тұрып осы жерде дәулеттен сөз сұрап тұру керек еді негізінде. Айтайын деп. Неге кеше біз тарихты білмедік. Қазіргі жастардың белсенді болмаса, жастарды қалай ол өзінің шығармашылығын дамыта алады? Егер ойын еркін білдіре алмайтын болса, егер жұрттың алдында сөйлей алмайтын болса, меніңше осы жағынан келген уақытта бізде бір не бар, кежегесінен кейін тартып тұрған бір әдет ба, бір сондай бір не бар. Сондықтан одан арылып, қайта белсенді болу керек. Менің осы бір бүгінгі мына басқосудан түйген ойымның бірі осы. Осы жақ жетіспейді екен, оны біз өткенде жазбай жағында ұйымдастырған кезде де байқап қалдық. Бірақ ел болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін біздің қай өңірде болса да қазақтың қоныстанған жерінде таланттар бар. Бірақ ол таланттардың көзін ашу керек. Ол таланттың өзіне байланысты алдымен, одан кейін ортаға байланысты. Одан кейін тілге байланысты. Қасиет тіліміз. Бұның өзі біз үлкен миссия атқарып жатырмыз, ол ақын жазушылар. Қазақтың тілін жаңғырту, қазақ тілін өлтірмеу. Айта берсең, осыдан арғай шыға береді неше түрлі әңгіме. Бірақ мен шынында да бүгін көңілім толып отыр, жұрттың осы қатысқанына, жалпы ықыласы барына, жастардың да өлең оқып отқанына. Ағамыз қандай жақсы әңгіменің шетін шығарып айтты. Әлде талай әңгіме айтуға ол кісінің өзі тұнып тұрған тарих, тұнып тұрған қазына Серікбай ағамыз. Сол сияқты Ақылбек ағаларың да бар, басқа да ағаларымыз бар, Құдайға шүкір. Несін айтам десе, тәжірибесімен бөлсем десе. Жастар да бар. Жаңа айтып отқан Аслан шықпай қалды. Жандостың да біраз айтатын дүниесі бар. Анау Абылай деген жігіт бүгін бір мынай себеппен қатыса алмай қалды. Олардың да айтатындар бар. Неге екенін білмеймін, олар да белсенділік. Қасқырбай Қойшыманов деген жігіт бар. Сол сияқтылар
қазір сол сияқты бойында Құдайдың берген таланты бар жігіттер соны өзі сол талантын ұштау керек, сол талантын ары қарай дамыту керек. Әйтпесе қазір жанбаса қай уақытта жанады олар? Уақыт өткізіп алмау керек. Қазіргі уақыт кешегі уақытпен салыстыруға болмайды. Зымыран уақыт қазір. Қазір мейлінше аласып шығармашылықпен айналысу керек. Сонда ғана бір дүние қалады. Міне мен әзірге айтарым осы. Түсінікті аға. Алдағы уақытта жастардың белсенділігіне жасалған әрекеттер жалпы жемісін береді деген ойдамыз. Осы жерде Аслан ағамыз қайтадан қосылып отыр екен. Аслан Қанғожин ағамыз. Сөз берсек. Ай, Аслан. Естілді ме? Иә, естіліп тұр аға, айта беріңіз. Естілді ме? Алло. Естілді. Дәулет, естілді ме? Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Мен сізді Дәулет, естіліп тұр ма? Бір айтып жүрсем. Сізде интернет нашар болып тұр. Естіліп тұр, айта беріңіз. Даусыңыз естіліп тұр, жақсы естіліп тұр. Енді біріншіден қайырлы күн, армысыздар, ағалар, бауырлар, қарындастар. Манадан айтылып жатқан пікірлерге Серікбай ағамыздың біз туралы айтқан пікіріне көптен көп рахмет. Осындай ағалардың пікіріне қанаттанып қалатын жайымыз бар. Менен бір ұсыныс естіліп отыр ма? Өйткені маған кейбір сөздер естілмей қалып отқасын сұрап отырмын қайта-қайта. Естіліп тұр, айта беріңіз. Менен бір ұсыныс жаңағы осы Не болды, естілмей қалды ғой. Қазір ол кісі келді. Қазір Аслан ағамыз қосылатын шығар. Дәулет, оған дейін мен өзімде өз тарапымнан бір ұсыныс айтып көрсем болады ма? Жарайды, айта беріңіз. Біріншіден, жаңа сабақтастықтың болмау деген нәрсе туралы өз пікірім. Үлкен ағаларымыз, енді ол кісілерге ешқандай реніш жоқ, өзіміз ол кісілерге жол тауып бара алмасақ. Бірақ дегенмен, қазіргі осы ненің өңірлік әдебиеттің жағдайы не болып жатыр, қазір кім не жазып жүр, қандай балалар шығып келе жатыр деген секілді осындай тану болса, онда сабақтастық қайта орнар еді. Екіншіден, ол үшін осындай шараларды ағаларымызбен көбірек өткізу керек, студенттермен, ағалармен ортадағы онлайн форматта болсын, жүзбе-жүз болсын. Екінші ұсыныс, біздің мынау не кеңу үшін, кеңістік, мынау онлайн деген алысты жақындататын дүние ғой, сондықтан басқа өңірлердің ақындарымен, басқа өңірдегі өзіміз секілді замандастармен осындай онлайн кездесулер жиірек өтсе жақсы болар еді. Осыны қателеспегеніміз дұрыс. Ондай шара қателеспесем болды иә бізде? Павлодар. Бұрын болған, Павлодармен болды, сосын басқа өңірлермен болды. Сол жалғасын тапса алдағы уақытта. Деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет. Аслан ағамыз қосылды ма екен? Аслан аға қосылмай жатқан сияқты. Тағы да ұсыныс айтатын жастар бар ма екен бұл жерде? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бола ма? Есімім Сәндібек Ержан, осы Алтынсарайдың қазір Алтын ауданында тұрып жатырмын. Торғайдамын. Қазақ мемлекеттік институтында 2-ші сынып оқимын. Жалпы өлеңде эксперимент деген көп болды, өлең жазған ақындардың ішінде.
сол бір экспериментіңді оқып берсем бола ма? Болады, әрине, оқи бер. Өлеңнің аты да. Дүние көп қой, адам қанаған, қан бәрін алмас бір адам. Онан кет ақ қойды құрғыр ыстыновый аппақ парам. Ойында адамның ойнап күлсем, сұрақтардың бар жауабын білсем. Ол мен өзгемін, менің арым салдан сұлуға мінсем. Ағыста адам тұра алмайды, Құдай көреді құл адамды. Маған жақын емес бұл тема өз басыма бір адам қайғы. Жүрміз дүниеге жәтті тұтырма. Керек шынында бір адам көп армандап жүрміз, қатыным емес үй тұрса деп парады күтіп. Өтеді заман теуін алып, жақын ереді бөт қалып, Құдайым бұйыртса екі параданың жетер төртеуін. Қорқатын заман шындық білсең, опатсың елді ойласаң, парада үшін менді елдің ішісін жемей бекпен мінсем. Бәрекелді, Ержан. Эксперимент жүзінде жазған өлең. Жақсы. Ернағыз Жанатқан деген жігіт отыр еді осы жерде. Ернағыз өзінің шығармашылығынан кез келген бір өлеңді оқып берсең. Ассалаумағалейкум, Дәулет. Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Бүгінгі мынау кешті ұйымдастырып жатқан сендерге көп алғыс. Бұлай көзбен көрмесек те дауыстарынан естіп, жақсы әсер алып отырмыз. Енді мен өзім бүгінгі тақырыпқа байланысты өзім туған жер туралы бір өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Ернағыз, алдын ала өзің таныстырып өтсең, бұл жерде сен танитын адамдар аз ойлаймын. Мен өзім Арқалық қаласында 2-ші курс студентіміз, педагогикалық университетте. Оқи бер өлеңді. Қазір. Ерен қабырға төсінде ерленіп өскен ұлы едім, ертістің асау көшінде ел асып кеттім, елжіреп қалды дүрелім. Ертісті қанға боятып, ертіп апарған атамды алып кетпедім қабырдан. О, менің ерен қабырғам, сала алмай кеттім, сенің төсіңде жалын дән, өзіңде өлең жазатын. Барым жақсы ғой жоғымнан, аман қалған немедей, ақ боран жылы обырдан, асау желіңде сүйкімді, маңдайға келіп соғылған тасыңда қымбат, мәрмәрден және лағылдан. Сенің теріскей бетіңде күрсініп қажып жөтелген, атамның қалған сүйегі, дәуірдің мұңын көтерген, атамның қалған сүйегі, тірлікке қыңыр етөлген, апамның қалған сүйегі, боғдатау, сенің иығың, айдың маңдайын сүйеді бейне, менің сені сүйгенім сияқты. Бәрекелді, Ернағыз, керемет. Осы жерде байқадыңыздар ма, жаңа есімдер білініп қалып жатыр. Негізі менің ойымша осы Қостанай өңірінде де осындай таланттар мүмкін жарнамасы аз болып жатыр ма біздің әдеби ортаның. Осындай жастар көп деп ойлаймын. Алдағы уақытта сол үгіт насихат жұмыстарын жақсылап өткізсек, осындай жастардың саны көбейіп, әдеби ортамыз қалыптаса ма деген үміт бар. Және мына жерде өлең оқуға бола ма деп сұрап жатыр екен Еркебұлан Серіков деген бауырымыз. Еркебұлан. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Дауысым естіліп тұр ғой, Естіліп тұр, уағалейкум ассалам. Кеудемде жырға толы сарайым бар, әуелетіп әніме салайын дәл. Мына жерге бүгінде шығып қалдық, ассалаумағалейкум ағайындар. Ойымда шабыттасып бұлқынғанмын, аспанға самға әркез ұмтылғанмын. Сырелі жырелінен шығып тұрған сер жігіт Серік Еркебұланмын. Мен сырелі жырелі Қызылорда облысы Жүзшайырдың мекені Қорқыт жатқан жерден шыққан ақын балдарыңыздың бірімін. Есім Еркебұлан, Арқалықта педагогика факультетінің 1-ші курс студентімін. Қазір сіздерге оқитын өлеңім Абай атамыздың 175 жылдығына шығарған арнауым. Перзенті ұлы әлемнің. Құнанбайымның ұлысың, өлеңмен қанған құрышың, суырып сөздің семсерін қазақтық алмас қылышың. Сөзімді айтам тыңдарман, атамның сөзі шыңдалған зереден алып зеректік ұлылық алған ұлжаннан. Ұрпағың саған сенетін, жақыттай сөзге еретін ат болып салған ізіңді құлан боп басып келемін.
тұлпарың болса абайым соңыңнан ерген тайыңмын, исің сіңген құмыңды сүюге әркез дайынмын, өлең сөзіңе дәлелмін, әр айтқаныңа да көнермін, баласы емессің қазақтың перзенті ұлы әлемнің, айтайын менде дерек той, мысалдың бәрі себеп қой, азғындық артқан заманға тағы бір абай керек қой. Рахмет тыңдағандарыңызға. Бәрекелді. Сырдың мақамы кәдімгідей естіліп тұр өлең. Және де мына жерде Айнұр Мүркемел деген ханым ұсынысын бар еді деп жатыр екен. Айнұр ханым тыңдасақ. Сәлеметсіздер ме? Мен ұсынысымды кеше жазған едім, бірақ та соған тағы бір екеуін қосып айтқым келіп отыр. Мана атап өтті үлкен ағаларымыз. Бізде ақындар Қостанай бойынша жас таланттар аз деп атап өткен болатын. Мен бұнымен келіспеймін. Мен жалпы өзім жанымдағы достарымнан байқасам да, мектепте өзім мұғалім болып жұмыс істеймін. Сонымен қатар оқушылардан да байқасам да, өлең жазатын оқушылар бар, бірақ олар өлеңді жазғанменен олар кімге тексертетінін білмейді, қалай тексертетінін білмейді. Сондықтан жалпы екі ғана оның жолы бар. Біріншісі бұл Қостанайдың белгілі ақындарынан, сонымен қатар журналистерден, редакторлардан бірігіп, қандай да бір кеңес құрып, сол кеңесте жаңағы ақындар өздерінің өлеңдерін жібере алады, сол жерде талдауға болады. Ал екіншісіне біраз жылдар керек болар. Қостанайда жалпы ақындар мектебі жетіспейді. Мен өзім мектепте үйірме ретінде жас қаламгерді жүргізем. Бізде бала саны да көп емес. Соның өзінде мысалы балалар өлең жазғанымен буын дегеніне, буын ақсаны қалай болу керек, ұйқас қалай болу керек, оған мән бере бермейді. Соның бәрін тексеріп, бәрін үйрететін қандай да бір кеңес немесе ақындар мектебі керек деп есептеймін. Екіншіден, мана басында атап өтті, ресторан қалаларда кеш өткізу дегеннің авторы да мен болатынмын. Бірақ та бұл жерде дәл қазір енді мүмкіндік жоқ. Нұрсұлтан қаласында қарайтын болсаңыздар, мысалы Инстаграм желісі арқылы да көресіздер, қазақ өлеңдері деген қоғамдастық бар. Сол жерде олар жай ғана жастар үшін өздері шағын кештер өткізеді. Мысалы, жақсы бір өлең жазатын жас ақынның бірі сол жерде өлеңін оқып, талқылап, басқа жастарға оқиды. Бұның өзі не береді? Мысалы, Қостанайда мәдени жерлер бар болғанымен оған барып жатады, кейде аздау болып көрінеді. Осының нәтижесінде жастар кешке қаратай мен қайда барам, қалай барам деп ойламайды, ал бірден осындай ақындар кешіне барып, рухани байи алады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет Айнұр ханым, ұсынысыңыз жақсы. Алдағы уақытта жаңағыдай үгіт насихат жұмыстары деген атап өткенім де сол еді, жаңа мектептерге барып, ол жердегі таланттарды өзімізге тарту үшін. Сол нәрсені қолға алсақ алдағы уақытта. Және де тағы да кім бар екен пікір айтатын, ұсыныс айтатын? Ешкім жоқ секілді меніңше. Олай болса, бүгінгі іс-шарамызды қорытындылайық. Ақындардың жырындағы азаттық атты кездесуге, онлайн кездесуге атсалысып қатысқандарың үшін барлығыңызға көп рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытта жұмыстар атқарылады деген ойдамыз. Аман болыңыздар, жақсы күнде жолыққанша. Рахмет. Сіздерге де рахмет көп қосылғандарыңыз үшін.